Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өзімді таныстырып кетейін. Мен атым Гүлім Маратқызы. Және де сіздерге біріншіден келе жатқан жаңа жылдарыңызбен және маған жазылып жатқан көрермендерге үлкен рахмет айтқым келеді. Және жаңа келген көрермендерге қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгінгі тақырыбымды мен қозғап отырған себебім көбінесе бүгін мен күнде көп байқап жүрген нәрсем, бүгін мен далада кетіп бара жатқан кезде бір әйелдің өзінің 3 баламен келе жатты. Сол кезде ол әйел қатты шаршағаны көрініп тұр балалардан. Және де ол балаларға қатты айқайлап жатты, және де қатты шаршағанын айтып жатты балаға. Мысалы, баласы кетіп бара жатты, оған айтты: мен шаршадым, сендер неге қоймайсыңдар деген сияқты сөздер айтып жатты. Менің бұл жерде ана әйелге барып, ештеңе айта алмайсың. Өйткені сен оған араласпауың керек, ол адамға ұнамауы да мүмкін сенің ойың немесе араласқаның. Сол үшін мен кете бердім. Бірақ сондай жағдайлар маған өзім көп жұмыста да мен өзім дәрігермін, сондықтан педиатрмын. Сол кезде ата-аналар баласын алып келген кезде маған көрсетуге әйелдердің қатты осы аналықтан шаршағанын мен көріп отырамын. Қатты шаршап балаларына ашуланып, орынды орынсыз болса да солай ашуланып отырады. Ол неге? Мен сол тақырып туралы бүгін айтқым келеді. Көбінесе ана болғаннан кейін сіздер үйде отырасыздар. Бір бала болса жақсы, көбінесе 3, 2 немесе сондай балалар болады. Қазіргі заманда әйелдер көбінесе өзі қарайды балаларына. Өйткені ол күйеуі жұмыста, әже аталары жоқтары бар. Сол кезде ол әйелге стресс болады көбінесе. Өйткені ол күннен күнге тек көріп жатқан баламен айналысу. Өзімде де бала бар, мен оның бәрін білем, сосын өзім басында да болғасын айтып отырмын да. Әр әйелде бұның шешімі, мен сіздерге айтқым керек, әр әйелдің өзінің өзіне деген уақыты болу керек. Сіз қанша дегенмен сіз робот емессіз. Әр әйелде өзінің шаршағанын білдіру керек. Мысалы, күйеуі болса, күйеуіне мысалы сіз айта аласыз: мен бүгін немесе көп деген қазіргі семьялар сол үшін құрып жатыр. Мысалы, әйелдің өз баласын ұрып соғу, немесе өз баласын өлтіріп қойғандар да болады. Өйткені ол психически, ол әйел оған, менің ойымша, оған кінәлі емес. Ол тек депрессия деп айтылады. Ол аурудың бір түрі. Тек қана бізде психологқа бару немесе оған қаралу деген қазақтарда мүлдем жоқ. Бізде бұндай жоқ. Ол психологқа барсаң, сен психсың немесе шизофрениксің, сондайлар ғана, жынды адамдар ғана барады деп ойлайды. Ол дұрыс ой емес. Негізі ол деген үлкен глобальный проблема әйелдердің. Егер әйел бақытты болса, әйел егер өзінің бақытты сезінетін болса, әйел ешқашан баласына, психикасы сау болса, баласына айқайламайды, баласын ұрғыштамайды далада. Және де күйеуі де бақытты болады. Өйткені күйеуіне де уақыт бөледі, күйеуіне де дұрыс сөйлейді. Жалпы семьяның бақыты әйелден тұрады. Сондықтан мен бірінші шешімін айтқым келеді. Сіздің қасыңызда күйеуіңіз болса, сіздің қасыңызда жақыныңыз болса, ешқашан әйел өзінің ойын білдіріп, мысалы, мен демалуым керек, күйеуіңізге айтасыз, мысалы, ашылып. Қазір көбінесе екі жұптар екі жаққа кетіп жатқаннан бір-бірімен дұрыс сөйлесе алмайды. Мен мысалы күйеуіме айта аламын: мен шаршадым балалардан, мен де бір уақыт демалайын. Мысалы, ол күйеуіңіз жұмыстан келіп, сағат 6-дан 7-ден кейін келген кезде сіз тамағын бересіз, одан кейін 1 сағат өзіңізге қалдырыңыз. Күнде немесе күнара болса да,
ол сағат сізге ғана арналады. Сіз баланы ұмытасыз, ол 1 сағатта сіз өзіңізге қарауыңызға болады. Сол 1 сағатта сіз өзіңізге баняға барып қайтсаңыз да, өзіңізге косметикалық уходтар жасасаңыз да, немесе шығып далаға өзіңіздің құрбыңызға барып қайтсаңыз да болады. Әйел үйден шығып, немесе үйде өзіне ғана айналысып, миын тынықтыру керек. Бір уақыт басын тынықтыру керек. Күнде ол бір нәрсе болып жатқан, бір балаға қараған, бір нәрсе күнде айналып келе берсе, ол психикаға өте қатты әсер етеді. Және де екінші шешімі, ол сіз егер мүмкіндігіңіз болса, қасыңызда анаңыз болса, жақын жерде, немесе студент сестренкаңыз болса, немесе жағдайыңыз келсе нянялар болса, аптасына 2 рет 3 сағатқа 4 сағатқа үйден шығып тұруға тырысыңыз. Ол базар болса да, ол бір киім алу болса да, ол құрбыңызға бару болса да, бір ойыңызды ауыстырып тұру керек. Сол кезде сізде депрессияда болмайды, сол кезде сіздің ойыңызда бөлінеді. Егер сіз неге балаңыз, мысалы, бірден асқан бала болса, жүретін емшекке тәуелді емес балалар болса, сіз жұмысқа шығуыңызға болады. Әр адам өмірде бір нәрсемен айналысу керек, өзінің жұмысы болу керек, үйден басқа, баладан басқа. Менің ойым сондай. Егер сіз тіге алатын болсаңыз, мысалы, балаларыңыз 3, сіз қалдыратын жері жоқ, мысалы, сізде тігетін болсаңыз, тігіңіз, үйде тігіңіз. Баладан бөлек сіз жаңағы құрбыларды, неге әжелерді әкеліп отырмыз, ол солардан сізге 3 сағат күніне немесе аптасына 2-3 рет келіп, маған көмектесуді сұрасаңыз болады. Ешқашан біреуден көмек сұрауға ұялмаңыз. Ол адам сізге көмектесе алмайтын болса, бетіңізге айтады, менің уақытым жоқ, ренжіме деп. Егер көмектесе алатын болса, сіз өзіңіздің жұмысыңызбен айналысуыңыз керек. Өйткені психологтар көбінесе, мен дәрігер болғасын білем, мен психологияны өткенмін, қанша жыл, 9 жыл мен оқығанмын, сондықтан сіздерге өзім білетінімді айтып отырмын. Бала әйелде немесе ер адамда оған байланысы жоқ, оның бір өмірде бір айналысатын ісі болу керек. Сондықтан әйелдер көбінесе тек қана үйде отырғасын, жаңағы психологиялық нагрузка болып жатыр. Сондықтан сізде, мысалы, жаңағы әжеңізден немесе туысқандарыңыздан сұрап, бір уақыт өзіңіздің ісіңізбен айналысуыңыз керек. Бір жағынан өзіңізге жақсы ақша табасыз, бір жағынан ойыңызда бөлінеді. Және де әр әйел, менің ойымша, өзін үйде отырса да, үйде отырмаса да, өз ісімен айналысса да, өзіне қарау керек. Сіз әйелсіз, сіздің қасыңызда күйеуіңіз бар, күйеуіңізге ұнау үшін өзіңізге, мысалы, бір жерге барған кезде, көбінесе қазақтарда тойларға барған кезде, жақындарыңызды көрген кезде, сізге әркім өзінің қандай әдемісің, қандай әдем болып кеткенсің деп, сол күйінше қалыпсың, әдем күйінше деген осындай комплименттер әйел алып отыр керек. Көбінесе мен байқайтыным, әйелдер далада өздеріне көбінесе көңіл бөлмейді, өйткені ол түсінікті, ол баламен отырған әйел болғандықтан. Бірақ сонда да баламен отырсаңыздар да, күніне 1 сағат, мен мысалы сондай, менде маманың уақыты деген бар. Мен күйеуім келген кезде мен өзім тамағын берем, содан кейін жарты сағатқа немесе 1 сағатқа өзімнің ғана жұмыстарыма айналысам. Бетіме уход жасаймын, немесе жатып телефон қарауға болады. Ол уақытта өзім білем немен айналысатын. Сол кезде миың тынығады. Балаларда көбінесе әкелермен отырған кезде олар дәл сізге еркелегендей шуламайды, байқайсыздар ма? Олар тек қана әкесімен отырып, ойнап, оларға өзінің мінезін де көрсетпейді, іштемесін де көрсетпейді. Олар әкесіне сескене ма? Сондай балалар көбінесе. Сізде миыңыз тынық болады, баланың да миы тынық болады. Көбінесе после родовой депрессияда содан шығудың мен сізге жолдарын айттым. Сол тақырыпты сіздерге қозғағым келеді. Сол тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Мен каналыма жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.